достар, бүгін біз сіздермен тот сөмкемізге арналған клатч немесе косметичка тігеміз. Ол үшін бізге основной матадан 2 дана, ені 23 см, ұзындығы 17 см мата қажет. Ұзындығын өз қалауларыңызға қардай аласыздар. Мінекей замок дәл осы ұзындықпен бірдей, қараңыздар, енінің ұзындығымен бірдей 23 см. Егерде замоктарыңыз ұзындау 25-30 болса, онда матаны да сол размерге қардай аласыздар. Содан кейін подкладқа дәл сондай ені 23 см, ұзындығы 17 см 2 дана қажет. Сосын осындай дәл сол размерде 23-17 2 дублерин қажет. Ең алдымен осы дублеринға осы основной матамызды екеуін жақсылап тұрып үтіктеп жапсырып аламыз достар. Ал осыны жапсырып әкелгенді. Мінекей достар, дублеринімізді матаға жапсырдық. Ендігі кезекте матамыздың бір бөлігін алып, замогымызды бетіне бетін қаратып, мінекей, содан кейін үстіне бір подкладымызды біреуін бетіне қаратып бүйтіп қоямыз. Сосын осыны жақсылап түйреп аламыз достар. Мінекей, матамызды барлығын жақсылап түйредік, бір-біріне қаратып, ендігі кезекте осыны тігіп аламыз ұзыннан. Достар, бұны тікпес бұрын ең алдымен біздің машинкамыздың лапкасын ауыстырамыз. Замокқа арналған лапкаға ауыстырамыз достар. Мінекей, промышленныйда лапка осындай болады, замокқа арналған. Ал егер бытовой машинкаларыңыз болса, олардағы лапка мінекей осындай болады достар. Осыған машинкамызды ауыстырамыз. Мінекей достар, енді замокқа мінекей жеткізбей, осы жерден тігеміз. Міндетті түрде басында соңында закрепка жасаймыз. Достар, қараңыздар, мына бас жағында замогымыз тұрады, оған жеткізбей алдымен тігіп аламыз. Замокқа дейін тігіп аламыз. Закрепка жасаймыз. Сосын шығарып аламыз осылайынан. Одан кейін мына замокты бас жағына апарамыз. Мінекей, бізге бөгет жасамау үшін замокты мына жаққа қарай апарамыз. Сосын қайтып бір-біріне қаратып жауып, тігісті аяғына дейін аяқтаймыз. Мінекей достар, қараңыздар, тігіп алдық. Енді осыны жақсылап, осының үстінен бір-біріне мінекей теңестіріп, үтіктеп аламыз достар. Осыны жақсылап басып үтіктеп шығамыз. Достар, мінекей үтіктеп алдым. Ендігі кезекте осы екі матаның үстінен 1-2 мм қашықтықта тігіс түсіреміз. Мінекей, қараңыздар, тігіс түсірдік. Ендігі кезекте екінші бетін тігеміз. Ал достар, ендігі кезекте мінекей екінші бетіне үстіне қаратамыз. Мінекей, тағы да дәл солайынан. Содан кейін үстіне подкладымызды орнатамыз. Және де осыны түйреп аламыз. Мінекей, жақсылап түйреп алдық. Енді тігімге барамыз. Ал достар, ендігі кезекте қараңыздар, замок мына жерде орналасып тұр. Енді біз замоктың астынан тігеміз. Енді ашып, замогымызды сәл түсіреміз. Сосын қайтып жалғастырамыз жаңағы замогымыздың астына дейінгі тігілмеген жерімізді қайтып тігеміз. Мінекей достар, тігіп алдық. Ендігі кезекте дәл солай осы бөлігімізді үтіктеп, астынан тігіс түсіреміз. Достар, үтіктеп алдым, енді тігіс түсірем. Мінекей достар, жақсылап тігіп алдық. Ендігі кезекте осыны бір-біріне жалғаймыз. Оны қалай жалғаймыз, қазір көрсетемін. Достар, қараңыздар, мінекей тігіп алдық, замокты орнаттық.
ендігі кезекте бір-біріне жалғау ғана қалды. Оны қалай жалғаймыз? Алдымен замокты ашып аламыз. Сосын үстіңгі бетін бір-біріне қаратамыз да, астыңғы жағын бір-біріне қаратамыз. Содан кейін түйреуіштерімізді алып, осыны түйрейміз. Түйреген кезде қараңыздар, мына замоктың мына кішігірім қалдықтары бетіне емес, мына астыңғы жағына қарау керек. Соның ішінде қалып кету керек. Соны солайынан түйреп аламыз. Мінекей. Енді астыңғы жақтарын түйрейміз толығымен осылайынан. Сосын, мінекей, мына жақтағы басында дәл солайынан, мына замоктың екі шетін осы іш жағына қаратып қалдырамыз, бас жағына қарап кетпесін. Мінекей, достар, барлығын түйредік. Енді қараңыздар, подкладымыздың астыңғы бөлігін осылайынан шамалы бір 7-8 сантиметр тікпей қалдырып кетеміз, аттап өтеміз. Сосын қалған бөлігін осылайынан толығымен тігіп шығамыз. Тек осы екі бөлікті тікпей тастап кетеміз, себебі ол бізге айналдыруға қажет болады. Ал енді осыны тігіп алайық. Ал мінекей, достар, лапкамызды қайтып ауыстырдық. Ендігі кезекте астынан бастап тігеміз. Ал достар, мінекей, айналдырып тігіп шықтық. Ендігі кезекте клатчтың астын істеуіміз қажет. Ол үшін бұрыштарын қиып тастаймыз. Енді тігісті бір-біріне бүйтіп қаратамыз, қараңыздар. Сол жерді түйреп аламыз, бір-біріне қаратып теңдей әкелеміз. Мінекей, ендігі кезекте осы жерден бізге астын өлшеп алуымыз қажет. Шамалы 2-2 сантиметрден 4 сантиметр етіп астын шығарамыз. Тігістің бір жақ беті 2 сантиметр, екінші жағы 2 сантиметр, сонда 4 сантиметр осыны үстінен тігіп шығамыз. Екінші жағында дәл солай қайталаймыз. Содан кейін подкладтарына да дәл солайынан ұшын шығарып аламыз, достар. Мінекей, достар, 4 бұрышын тігіп алдық. Ендігі кезекте осы жерден осы клатчымызды айналдырамыз. Мінекей, айналдырып алдық, достар. Оны содан жақсылап үтіктеп аламыз. Соңында болғасын. Қазір осының астын тігеміз, жаңа қалдырған жерді. Бағана, достар, басында бастап кезде неге замокты ашық күйінде қалдырамыз? Себебі замокты ашпасаңыздар, онда бұл беткісі замоктың ар жағында қалып қояды. Міндетті түрде тікпес бұрын замогыңызды ашуды ұмытпаңыздар. Енді осының астын 1-2 мм-ге тігіп жауып тастаймыз.
Ал мінекей достар, клатчымызды аяқтадық. Қараңыздар, қандай әдемі сәнді болып шықты. Кішігірім, өзі керемет. Тоут сөмкеміздің ішіне сыяды. Ішіне косметикаларыңызды, соткаларыңызды салсаңыздар да өте тамаша. Қараңыздар, керемет. Егер де сабақ ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған өнерлі ана. Келесі сабақта кездескенше достар.